Шыдамында шегі жоқ болып кетті уже дейтін. Шегі бар. Иә, сөйтіп Шыдамында шегі бар. шегі барып кетті ме? Шыдамында шегі жоқ деген не әңгіме? Жоқ, айтады, шыдамында шегі жоқ дейді айтады ғой. Шыдамында шегі бар дейді. Шыдай бересің. Домбыраның шегі бар ма? Бар? И не дейсің? Жоқ, братандар. Не? Сен жаңа мақал шығарып тұрсың ғой, жынтысың ба? Шыдамында шегі жоқ, братан. Шегі бар жалпы. Шегі бар или шегі бар конкретно? Тоқта. Қарашы сен, қара. Шыдамында шегі жоқ деген ол басқа шыдамында шегі бар. Шыдай береді. Шыдай бересің да, бірақ по-любому оның шегі болады деген сөз. Шегі болады, шыдам кетем деп па? Шыдамында шегі бар. Я айналайын, шыдамында шегі бар, мен шыдай алмаймын. Айтасың ғой. Жоқ, мен басқаша айтып Сен жүрмін ғой. қалай айттың? Братан, мен шыдамында шегім жоқ қазір. Короче, Мынау жынды бол. Сен қақты оққансың сен. Мынау шегі баған. Енді жайықты 5 литр баклажкамен толтыратын адамдар не күтесің сен? Шыдамында шегі жоқ деген не әңгіме ол? Ересіп тұрсаң көрем, шыдамында шек болған көрінген Нұржан Еспанов та жаңа мақал шығарды. Адам ұйқысы келсе ұйықтайды дейді.